Не себепті қазақстандықтар еңбек шарттарын жасасуы қажет? Еңбек шарты бұл жай ғана формальды іс емес. Жұмыскердің еңбек қатынастары мен оның құқықтық қорғалуының негізі. Шартта жалақы мөлшерін, жұмыс кестесін, тараптардың міндеттері мен құқықтарын қосалғанда, еңбек шарттары да нақты көрсетілген. Ресми түрде еңбек шартын жасаспаған жұмыскер еңбегіне ақы дұрыс төленетініне немесе әлеуметтік кепілдіктерді пайдалана алатынына сенімді бола алмайды. Мысалы, еңбек дауы немесе жалақы бойынша наразылықтар туындаған жағдайда жұмысқа орналасу фактісін шартсыз дәлелдеу қиын болады. Бұған қоса, еңбек шарты ақы төленетін демалыс, денсаулығына байланысты еңбекке уақытша жарамсыздық парағы, декреттік демалыс, зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдер сияқты маңызды кепілдіктерді қамтамасыз етеді. Бұл әсіресе өмірде қиын жағдайға, мысалы сырқаттану немесе жазатайым оқиғаға тап болуы мүмкін жұмыскерлер үшін өте маңызды. Еңбек шартынсыз мұндай құқықтар қолжетімсіз болмауы мүмкін. Демек, қиын сәттерде қаржылық қолдау болмайды. Басыңызды тәуекелге тікпеңіз. Қазақстанда еңбек шартын жасасу бұл заңнаманың талабы ғана емес. Сонымен қатар, тұрақты және әділ еңбек қатынастарын құрудағы маңызды қадам.